ВИЧ және СПИД. ВИЧ дегеніміз не, СПИД дегеніміз не? Көп адамдар осы екі ұғымды шатастырып жатады. Дәл қазір мен саған бұлардың бір-бірінен айырмашылығын түсіндіріп беремін. ВИЧ бұл бізде адамның иммундық жеткіліксіздік вирусы. Мысалға, қарапайым тілмен айтатын болсақ, тұмау вирусын алайық. Вирус адам ағзасына түскен кезде адамның иммундық жүйесі арнайы антиденелерді бөліп, осы вируспенен күреседі. Ал ВИЧ вирусы адам ағзасына түскен кезде иммундық жүйе күресе алмайды. Бұл кезде адамның иммундық жеткіліксіздік вирусы керісінше адамның өзінің иммундық жүйесін зақымдай бастайды. ВИЧ пенен СПИДтің бір-бірінен айырмашылығы, СПИД бұл бізде осы ВИЧ инфекциясының ең соңғы сатысы болып саналады. Жалпы ВИЧ ол бізде қалай жұғады? ВИЧ көбінесе қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде, қан құюлар кезінде, операция барысында, трансплантация барысында жұғады. Немесе көбінесе наркомандардың арасында кездесіп жатады. Яғни олар жаңағыдай шприцті бірінен кейін бірі қолдана береді. Одан бөлек анадан балаға беріледі екен. Жалпы ВИЧ не себепті соншалықты қауіпті? Себебі оның әлі күнге нақты емі табылған жоқ. ВИЧ бізде СПИДқа айналамын дегенше, кемінде 10-12 жыл уақыт керек. Егер дағы сіз ВИЧқа қарсы терапияны уақытында алып емделетін болсаңыз, бұл кезде сіз адамның өмірін ұзарта аласыз.